Мен Қаныш Сәтбаев, қазақ жерінің қазба байлығын зерттеген ғалыммын. Соғыс жылдары мен үшін ғылым тек зертхана емес, отанды қорғаудың бір майданына айналды. 1941 жылы фашистік Германия Кеңес одағына шабуыл жасағанда бәрі майдан үшін, бәрі жеңіс үшін деген ұран бос сөз емес, нақты іске айналды. Қазақстан экономикасы толықтай соғыс жағдайына бейімделді. 1941 мен 1942 жылдары елімізге жүздеген өнеркәсіп орындары эвакуацияланды. Украина мен Ресейдің батыс аймақтарынан көшірілген зауыттар, Қарағанды, Балқаш, Шымкент, Лениногор қалаларында жұмысын бірден бастап кетті. Қарағанды көмірі майданды отынмен қамтамасыз етті. Ембі мұнайы жанармай тапшылығын жойды. Менің тікелей қатысуыммен Жезқазған, Балқаш, Қоңырат сияқты кен орындары жедел игерілді. 1942 жылы небәрі 38 күннің ішінде Жезді марганец кені ашылып, танк пен қару-жарақ өндірісіне аса қажет металмен майданды қамтамасыз етті. Бұл ғалым мен кеншінің ортақ ерлігі еді. Соғыс жылдарында Шымкент пен Лениногор зауыттары 563 мың тоннадан астам қорғасын өндірді. Оқ-дәрінің әрбір екіншісі қазақ жерінен шықты. Қазақстан шын мәнінде майдан арсеналына айналды. Ауыл шаруашылығы да тылдың негізгі тірегіне айналды. 1942 мен 1943 жылдары Ыбырай Жақаев, Шығанақ Берсиев, Ким Ман Сам сияқты тыл еңбеккерлері рекордтық өнім алып, елді аштықтан сақтап қалды. Әйелдер мен балалар, қарттар мен ғалымдар бәрі бір мақсатқа жұмылды. Халықтың әлеуметтік жағдайы ауыр болды, бірақ рухы сынбады. Еңбек ерлікке айналды, ал бірлік жеңіске жол ашты. Сондықтан бәрі майдан үшін, бәрі жеңіс үшін деген ұран Қазақстан халқының нақты ісімен дәлелденген тарихи шындық.